Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны өзімде таба алмай қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, не көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілімсектерінің азығын бағып берем деп, қалған аз қалған өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесерде адам жоқ. Білгенімді кімнен үйретерсің, білмегенімді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсіз де көздегенде жайып салып, қолына кезін алып отырғаның не пайдасы бар? Мұндасып жер тарқатысар, кісі болмаған сон, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйік. Софылық қылыптың бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не бір көңілде, не бір күніңде тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың да мәнісінде білмейді екенмін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын? Қай хакеретке қосайын? Балаларымның өзіне, ілгері өмірінің, білімнің пайдасы тыныштықпенен де, керейлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл, дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойландым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Егер кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыр осыған байландым. Енді бұдан басқа ешбір жұмысым жоқ.